Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін күнделік жүйесіне қмж-ның сілтемесін енгізуді қарастырамыз. Ол үшін енгізудің әрине бірнеше тәсілдері бар. Әртүрлі тәсілдерді пайдаланып енгізуге болады. Бірақ бүгін Google дискті пайдаланамыз. Яғни Google Chrome браузеріне өтеміз. Ол үшін Google Chrome браузерін ашқан уақытында міндетті түрде сіздерде аккаунт болу керек. Яғни Google Chrome'ның міндетті түрде аккаунты енгізілген болу керек. Әйтпесе кез келген аккаунтты енгізіп пайдалансаңыздар, жұмыс жасай берсеңіздер болады. Аккаунт енгізілгеннен кейін міндетті түрде көп нүктені басамыз. Осы жерде дисктер бөліміне өтеміз. Диск бөліміне өткеннен кейін My Disk деген бөлімге өтеміз. Міне осы батырманы басамыз. Одан кейін создать батырмасын басамыз. Создать батырмасын басқан уақытында создать папка, яғни бірінші папка құрастырып аламыз. Мысалға информатика қмж дейік. Мысалға міне папканы создавать еттім. Міне информатика қмж деген. Оның ішін ашамын, яғни өтемін. Пустой міне, ештеңке жоқ ішінде, бос. Енді осы жерден және папка создавать етем. Создать папка, қайтадан информатика 5-ші сынып. Міне тағы да папка создавать етуге болады. Мысалы создать папка информатика 6-ші сынып. Мысалы үстіп қанша сынып бар, сол сыныптарға осылай папка ашып алсаңыздар болады. Ашып алғаннан кейін сол папканың ішіне өтеміз, яғни іші пустой, міне ішінде ештеңке жоқ. Енді қайтадан создать батырмасын басқан уақытында енді создать папка емес, загрузить файл, яғни загрузить файл. Енді файлды ішіне салуымыз керек. Загрузить файл командасын таңдаған уақытында қмж қай жерде тұр, сіздер тауып аласыздар. Бірінші рабочий столда ма, my документы ма, загрузки ма, міне қай жерде тұр, соны іздеп қмжларыңызды бірінші дайындап аласыздар. Мысалға меніңше ол загрузкиде тұр. Загрузкидің ішінде қмж папкамды ашам. Міне жерде менің барлық қмжым орналасқан. Осы жерден 5-ші сыныптың қмжысын ашам. 5-ші сыныптың міне бір жылға арналған 34 қмжым орналасқан. Осының бәрін ерекшелеймін дағыны. Міне бәрін 100% ерекшелеймін дағы. Открыть батырмасын басам. Сол кезде міне бәрі жүктеліп жатыр. Загрузки бөліміне түсіп жатыр. Міне көріп жатсыздар. Барлық қмжым менің загрузки бөліміне түсіп бітті. Міне соңғы екеуі қалды, қазір түсіп жатыр. Біреуі қалды. Міне мына жерде көрініп тұр. 34 файл енгізілді. Болды. Міне 5-ші сыныпқа арналған бүкіл менің қмжым осы папканың ішінде орналасқан. Енді қайтадан көрейін. My Disk бөлімінде информатика қмж-ның ішінде информатика 5-ші сынып міне бәрі тұр. Енді осыған доступ беремін. Міне информатика қмж-ны ашамындағына информатика 5-ші сынып деген папканың тұсына барамда 3 нүкте бар мына жерде. Сол 3 нүктені басамыз. Осы жерден поделиться батырмасын басқан уақытында открыть доступ деген бар. Көріп тұрсыздар ғой, поделиться, открыть доступ. Открыть доступты басқан уақытында бізге доступ ограничен деп тұр. Осын басамда все у кого есть ссылка дегенді қоя салам. Сол кезде бүкіл адамдарға бұл доступна болады. Готово батырмасын басам. Бітті. Енді осы сілтемені аламында, жоғарыда көрсетілген 5-ші сыныпқа арналған сілтемені 5-ші сыныпта ашам. Енді осы сілтемені аламындағыны мен енді күнделік жүйесіне қоя берем. Бұны группаға жіберіп, бүкіл 5-ші сыныптарға да, басқа мектепке де, осы біздің мектептің өзінің бүкіл 5-ші сыныптардың информатикасына да бола береді. Ол әрқайсысы әртүрлі Google диск создавать етуге міндетті емес. Жалпы Google диск болса, ол пайдалана беруге болады. Кез келген параллель аясында, мысалға 5-ші сыныптардың бәріне осы мен жасаған сілтеме жарай береді. Күнделік жүйесінде өтемін дағыны. Күнделік жүйесінде мен арнайы қмж-ның сілтемесіне енгіз деген бөлім бар. Осы жерге әкеп ставить деп қоям. Түсті. Міне үстіп 1.90-ға қойып тастаймын. Міне бәріне қойып тастадым. Тура осылай барлығына қойып тастайсыздар. Осы сілтемені олар басып қалған уақытында, мысалға, бірден менің 5-ші сынып қмж-ма өтіп кетеді.
көрдіңіздер ғой. Тура міне қазір мен астыңғы жағына қойдым ғой, міне бірден қамыжыларына өтіп кетеді мына жерде. Тура осы алгоритмде, тура осы нұсқаулықта бүкіл класстарға да тура осындай папка создавать етіп, ішіне файлдарды орналастырып жасап шықсаңыздар болады. Осымен видеомыз тәмам.